Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге осындай тойымды өте әдемі және дастарханда керемет болып тұратын салаттың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен қайнап піскен тауық етін осындай пышақтың көмегімен үлкен бөліктерге турап алатын боламыз. Тауықтың төс етін немесе тауықтың осындай сан етін қолдансаңыздар да болады. Қатты майдаламай, осындай орташа көлемде турап ыдысымызға салып аламыз. Екінші кезекте қиярымызды жақсылап тазалап, қажет емес жерін алып тастаймыз да, пышақтың көмегімен бұны да үлкен бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Бұны да тауықтың қасына саламыз. Үшінші кезекте қызанағымызды жақсылап жуып, қажет емес бөліктерін алып тастаймыз да, бұны да үлкен бөліктерге бөліп турап аламыз. Үлкен бір қызанақ қолдансаңыздар жеткілікті. Менде кішкентай болған соң екеуін қолдандым. Төртінші кезекте біз жұмыртқамызды қайнатып пісіріп аламыз да, видеоны көріп тұрғандарыңыздай пышақтың көмегімен осылай ғана жайлап қана ашып, ортасындағы сары-уызын алып қоямыз. Өте оңай, үйдегі бар заттардан жасалатын салат, әрі тойымды, дастарханыңызда әдемі болып көрініп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де жұмыртқамыздың ақ-уызын осылай үлкен бөліктерге бөліп турап шығамыз. Барлығын салып алғаннан кейін, осылай қаңылтырдағы жүгерімізден жарты банкадай салатын боламыз. Дәміне қарай кішкене тұз және 2 ас қасық майонезді салып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Енді картофельный пай жасайтын боламыз. Ең бірінші осындай 3 дана картофымызды жақсылап жуып, тазалап, корей үкішіне өткізетін үкішке осылайынан өткізіп аламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, осылай барлығын үкіштен өткізіп аламыз. Қараңыздар, осылай шығады. Енді бұны біз міндетті түрде суын барлығын кептіретін боламыз. Ол үшін осындай қағаз сүлгіге қойып, үстінен видеода көріп тұрғаныңыздай қағаз сүлгімен қолыңызбен басып, артық суларын барлығын алып тастайтын боламыз. Міндетті түрде суын алғаннан кейін қызып тұрған майға осылай салып, жақсылап 5 минуттың ішінде қуырып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қызарып пісіп бастаған кезде барлығын түсіріп аламыз. Міндетті түрде қағаз салфетканың үстіне түсіреміз, артық майларын алу үшін. Картофельный пайды көп қылып жасап қойып, кез келген уақытта салатқа қоса берсеңіз болады. Мінекей барлығын осылай қытырлатып тұрып пісіріп алатын боламыз. Салатымызды бір әдемілеп тарелкамызға әдемілеп салып, картофельный пайды осылай бетіне ұяшық тәріздес етіп жасап шығамыз. Және де жаңағы жұмыртқамыздың сары-уызын осылай ортасына салып әсемдейміз. Осымен біздің салатымыз дайын. Толық рецебін осы видеоның астына описание бөліміне жазып қалдырдым. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет. Егер де менің видеом сізге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де қазақша каналды қолдап, каналыма тіркеліп алыңыз. Ас болсын.